Сәлемет пе, қымбатты көрермен. Бүгін кешкі асқа дәмді тағам жасаймыз. Жылқының майлы етін алып, ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді пиязды ұсақтап турап аламыз. Қымбатты көрермен, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Енді осы пиязымды тартылған етімізге салып, тұз сеуіп, кішкене бұрыш сеуіп, араластырып аламыз. Енді картоптарымызды жіңішкелеп, дөңгелектеп турап алайық. Енді осы картоптарымызды осылай қиюластыра орналастырып шығамыз. Жарты картопты алып қалдым. Бетін жабуға керек. Енді картоптарымызды салып болдық. Енді фаршымызды тегістеп, жұқалап жайып шығамыз. Енді картоптарымыздың қалған бөлігімен осы фарштың үстін осылай дөңгелектеп жауып шығамыз. Міне, енді аздап тұз себеміз. Бір үлкен ас қасық қаймаққа 2 ас қасық су қосып араластырып, енді осы құйып шығамыз. Бұл өте ерекше дәм береді. Қымбатты көрермен, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға, жақындарыңызға бөлісіңіздер. Менің каналымда дәмді тағамдар рецептісі бар. Міне енді пешке жібереміз. 45 минутта орташа отта пісіп шығады. Міне тамағымыз дайын болып қалды. Енді ірімшігімізді үкіштен өткізіп, тамағымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Және 5 минут отта пеште ұстаймыз. Міне дәмді тамағымыз дайын болды. Балаларым қатты қуанды. Ас болсын.